Hello everyone! Өткен аптада өткен грамматикалық тақырыпты бір қорытындылайық. Өткен сабақта біз сіздермен demonstrative pronouns this, that, these, those өткен болатынбыз. Demonstrative pronouns дегеніміз ағылшын тіліндегі сілтеу есімдіктері. Яғни, белгілі бір затты немесе белгілі бір көп заттарды алыста, жақында тұрған заттарды сілтеп, бұл, анау, бұлар, аналар деп ағылшын тілінде сілтеп көрсетуді үйренеміз. Сонымен, this, 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 these, this, бұл деген мағынаны білдіреді, these, бұлар деген мағынаны білдіреді. Келесі, that, that, those, that, анау, those, аналар. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, this жақын тұрған бір затқа айтылады. Жақын тұрған бір затты бұл деп айту үшін ағылшын тілінде this есімдігін қолданамыз. Келесі, бізге жанымызға жақын жерде екі немесе одан да көп заттар тұрса, оған біз бұлар деп айту үшін these есімдігін қолданамыз. Келесі бізде that алыста тұрған бір затқа сілтеп көрсету үшін қолданылатын есімдік. Those алыстағы бірнеше көп заттарға аналар деп айту үшін қолданылатын есімдік. Мысалы, this is an apple. Бұл алма. That is an apple. Анау алма. These are apples. Бұлар алмалар. Those are apples. Аналар алмалар. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай singular. Singular дегеніміз ағылшын тілінде жекеше деген мағынаны білдіреді. Демек, this сілтеу есімдігі жекеше түрдегі заттармен қолданылады. Мысалы, this is an apple. Бұл алма. This деген сілтеу есімдіктен кейін is деген to be етістігі тұр. Себебі is to be етістігі жекеше түрде қолданылады. Келесі, that is an apple. Анау алма. That, анау алыстағы затқа сілтеп көрсету үшін қолданылатын есімдік, ол жекеше түрде, singular, жекеше түрде қолданылатындықтан заттан кейін is деген to be етістігі қолданылып тұр. That is an apple. Анау алма. Келесі, plural. Plural көпше, көп деген мағынаны білдіреді. Plural көпше түр. These are apples. Бұлар алмалар. Жақын тұрған көп заттарға these деген есімдікті қолданамыз. Сәйкесінше бұл көпше түрде қолданылатындықтан одан кейін a деген to be етістігі қолданылады. Сонымен қатар сілтеп тұрған, көпше түрде тұрған зат есімдер көпше түрге ауысып s жалғауын жалғайды. Мысалы, мына жерде this is an apple, бұл алма деген алма біреу болғандықтан apple болса, мына жерде these are apples, бұлар алмалар, apples деп алма сөзіне s-ті қосып, алмалар деп айтамыз. Сәйкесінше алдына a деген to be етістігі жазылады. Those are apples. Аналар, алмалар. Яғни менен алыста тұрған ана заттардың алмалар екенін сілтеп көрсетіп тұрмын. Those деген сілтеу есімдігінен кейін a деген to be етістігі жазылады. Apples s қосылып тұр. Өйткені бұл көпше түрде тұр. Оны біз a деген to be етістігінен байқаймыз, және those деген ол көпше түрде қолданылатын сілтеу есімдігі. Сонымен бір қайталайық. This is an apple. This is an apple. That is an apple. That is an apple. These are apples. These are apples. Those are apples. Those are apples. Келесі сіздерге осы тақырыпқа байланысты тапсырма көрсетеміз. Сол тапсырманы орындап, бізге жекемізге жібересіздер. Bye!